Камыстинская районная библиотека предлагает вашему вниманию видеоначитки по произведению Олжаса Сүлейменова «Земля, поклонись человеку». Олжас Сүлейменов адамға табын жеренді, поэмадан үзінді. Ғашықпын, сұлулыққа ғашықпын мен, сұлулық қымбат маған ашық күннен, сол үшін өзім мақтап, өзім баптап, миында жаратқанның ашыттым мен. Бұйырса шөлге көлбеп түнегенмін, жел болып көк теңізде түлегенмін. Қара жер, қария жер, табын маған, Тәңірің, Құдайыңда мына менмін. Бірінші ғасыр мазмұн мән әкелді, жолдарға жан бітірді, сән әкелді. Ғасыры болды ол іздеу, адасудың, ғасыры болды ол бақыт, тәуекелдің. Ғасыры болды ол алмас, алдаспанның, өліспей беріспеудің, дауласқанның. Ғасыры болды талақ, пәрмендермен жарқын жыр айтып жүріп тауасқанның. Шапанды желкен қылған даладастан, қыранға қия құзбен жағаласқан, сұр жебе зу еткенде мамық жауып, қыранның үстіне кеп құлады аспан. Ажалды басып озған аңдамайда, арғымақ арынды бұл алды қайдан? Қай жерде басылса егер екпін қарқын, сол жерде ақырғы айқас қанды майдан. Қаһарман қатарынан биік кісі, қолында қайқы қылыш, сүйіктісі, оның да алапат бір арыны бар, жататын тиген жерін қиып түсіп. Шалғынның жоқтау айтқан желі мұңды, еске сап аңыраған долы күшті, азынап арғымағың ақырғы рет айналып өтеді екен өлігіңді. Өлімнен күшті келген ұят қандай, кәдімгі жасын ойнап жаятқандай, жаңғыртып дүниені құлайды ер, жаңғырық жеті атаңды оятқандай. О, баба, көзің сенің кекті кезген, іздейді не қалды деп отты кезден, безбүйрек барақ жұлдыз сонда саған қарайды бедірейіп кекті көзбен. Теңселіп айда көкте сайрандаған, қара жер зыр айналып ойрандалған, дүние дөңгелесе жалбарынбас қапсағай апай төсті қайран бабам. Теңізді қақпас құдай атты неге, талқан боп қуық қайық батты неге, сырақор жігіттерді бауырынап Бескайда шөгіп бара жатты кеме. Жігіттер жағалауды сүйетінді, қыз үшін, қалжың үшін күйетінді, ал бүгін апрельдің 20-сында Бескайдан жәрдем сұрап жиетінді.